Сәлем достар, міне жазы каникул басталуға да кішкене қалды. Көбі оқу тезірек бітсе ғой деп ойлап жатқан сәтте, әлемнің көптеген жерлерінде балалар еш қиындыққа қарамай мектептерге баруда. Сізбен бірге Пазл каналы бүгін мектептерге ең қиын және қауіпті жолдарды бірге көреміз. Мына сұмдық көпір Индонезияда орналасқан. Күн сайын жүздеген балалар осы жолмен мектепке барып қайтуда. Мектепке жету үшін балалар 30 метрлік қауіпті көпірден өтуге мәжбүр. Колумбияда кішігірім ауыл мен мектепті Рио-Негро өзені бөліп жатыр. Өзеннің ағыны қатты болғандықтан мектепке барар жол бір ғана. Ол мынау. Балалар 800 метрлік кабельмен өте тез жылдамдықта мектепке жетеді. Үлкен сыныптағы балалар кішкене үйреніп қалса, бастауыш сыныптардағы балаларға өте қиын. Филиппиндегі Манил қаласында жаңбырлы мезгілдер кезінде барлық жерлер көлге ұқсап кетеді. Бірақ мына балаларды ешқандай жаңбыр тоқтата алмайды. Қайықпен болсын, осылай орындықтармен болсын мектепке келеді. Ал Косованың Батлава деген жерінде балалар мектепке жету үшін бірнеше шақырым жүріп, осы өзеннен өтеді. Әсіресе қыс кезінде балаларға өте қиын болады. Себебі мұз кез келген сәтте сынып кетуі мүмкін. Қытайдағы Биджи қаласындағы балалар мектепке жету үшін 5 шақырым жерді өтіп, осы қауіпті таудың қырымен өтеді. Бұл Геньгуань ауылы мен Гуйчжоу провинциясы арасындағы жалғыз жол болып табылады. Бұл сурет Канаданың Торонто қаласында түсірілген. Бір қызығы, Торонто қаласында қатты аяз бен борандар кезінде мектептер істей береді екен. Үндістанда Кашмир қаласында қатты дауыл кезінде көпір сынып қалғанымен, тұрғындар қолдан осындай көпір жасап жіберді. Енді балалар осы көпірмен үйден мектепке, одан кейін мектептен үйге барып отырады. Қытайдағы Джанцзявэнь ауылы мен мектептің арасында осы тау тұр. Тауға шығу үшін балалар осы ағаш баспалдақтармен көтеріледі. Тауда айналып өтсе де болады, бірақ ол үшін 4 сағат кетеді. Үндістандағы Джамму штатындағы Занкар қаласындағы балалар мектепке жету үшін мұзды және таулы аймақтарды бірнеше сағаттың ішінде өтеді. Индонезиядағы Силапкан қаласында балаларды мектепке арнайы қайықтар апарады. Бірақ қайыққа 10 баладан артық симайды екен. Қайыққа симаған балалар осындай бамбуктан жасалған салмен мектепке кешікпей жетеді. Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Ал егер мына қоңыраушаны бассаң, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың. Барлық сілтемелер видеоның астында.